Sen күндіз-түні тоқылдатып мазамды әбден алдың ғой. Коко, не боп жатыр? Білмедім, қазір көрейін. Мұна тоқылдаққа не болды? Қанаты жараланған секілді ғой. Дереу оқиға орнына жетуіміз керек. Құсқа қауіп төнген тәрізді. Сақшы, Робо, кеттік. Коко, сен осында қал. Көп болады, мырзам. Сақшы, жылдам жет. Құсқа зиянын тигізбесін. Ойбай, кет! Сеніме қазір... Тоқта бала, не істеп жатсың? Сендер кімсіңдер? Мына тоқылдақты сен жараладың ба? Иә. Неге өйттің? Бұл да сенімен мен секілді жаны ес емес пе? Оның саған не зияны тиді? Ағаштарды тоқылдатып, мазамды әбден алды. Ағашпен қатар жүйкемді де солқылдатып бітті. Сондықтан да әкел құсты. Екінші ағашты тоқылдатпайтындай қылайын. Сен тоқылдақтың пайдасын білмеуші ме едің? Ол бұл жерге құрбосқа келмеген. Демек... Агентті, ағаш құлап барады, сақтаныңыз. Аз қалғанда ағаштың астында қалатын едік. Фу, ананы қараңдар, құрттар. Міне, айтайын дегенім осы еді. Тоқылдақ ағаштарды бостан-босқа тоқылдатпайды. Тоқылдақты орман дәрігері дейтінін білмеуші ме едің? Ол қалай сонда? Тоқылдақ құсы ағашты құрттардан тазарту үшін оны ойып, құрттарын жейді. Егер ағаш құрттан тазармаса, міне, жаңа ғана өзің көргеніңдей, ағаштар шіріп құлап, адамдарды басып қалу қаупі бар. Мәссаған, мен оны мүлдем білмеппін. Көрдің бе? Сен болсаң оларға орғазамын деп, өзің сондай орға түсе жаздадың. Балақай, атың кім сенің? Атым Әрсен. Не қой Әрсен? Бұдан соң аңдарға оқ атқаныңды қойсаңшы. Бізде өзіңдей жаны бар жаратылыстармыз ғой. Кешіріңіздерші. Әрсен, қараш, бұл дүниедегі әрбір жаратылыс адам үшін қызмет қылады. Ара балын берсе, сиыр сүтін береді. Тауық жұмыртқасын берсе, қой жүнін береді. Тоқылдақтың өзі маңайымыздағы ағаштар шіріп құлап кетпес үшін, ағаш талсыз қалып, табиғаттың көркі кетпес үшін аянбай қызмет қылады. Сондықтан да сенің бұл әрекетің дұрыс болмады. Қателік жасағанымды енді түсіндім. Қателігімді түзеуге мүмкіндік беріңіздерші. Қателікті түзеу еш қашан кеш емес. Кел, өзің жаралаған тоқылдақтың қанатын емдеп, таңып берейік. Әрине, мен қазір үйден дәке алып шығайын. Алақай, ұшты, рахмет сіздерге. Ал мынаны енді мүлдем ұстамайтын боламын. Жарайсың, Әрсен. Ізгілікке қадам басуың құтты болсын. Әлемді ізгілік құтқарады.